Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай жұп-жұмсақ болып шығатын, өте дәмді, ішінде грек жаңғағы мен мейіз қосылған булочки дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құрғақ таза ыдысқа 250 мл жылы сүт құямыз. Шым тұзбен 2 ас қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Қант еріген соң 5 грамм ашытқы салып, араластырмай, бетін пленкамен жауып, жылы жерге 10 минутқа қоямыз. 10 минут өткен соң сүттің бетінде ашытқының көпіршіктері пайда болады. Ашытқы міндетті түрде осылай көпіршіктенуі керек. Сонда жасап жатқан тоқашымыз үлпілдек болып көтерілетін болады. Сұйық массамыздың үстіне стаканның 4-тен 1 бөлігіндегі өсімдік майын және 1 жұмыртқаның ақуызын саламыз. Жарты шай қасық ванилин салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Шамамен 380 грамм ұнды електен өткізіп, аз-аздан салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Ұнның барлығын бірден салуға болмайды, осылай аз-аздан сала отырып, араластырып, осы видеода көрсетілгендей етіп қамыр илейміз. Осы қамырға стаканның 4-тен 1 бөлігіндегі ертілген сармайды құйып, және де 1 шай қасық алма уксусын құйып, қолмен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырға май мен уксус сіңген соң осындай консистенцияға келу керек. Енді қалған ұннан аз-аздан сала отырып, қамыр илеуді жалғастырамыз. Біздің қамырымыз осындай жұп-жұмсақ, әрі аздап қана қолға жабысатындай болып шығуы керек. Дайын болған қамырды ыдыста қалдырып, бетін пленкамен жауып, шамамен 1 сағатқа ашытуға қоямыз. Осы уақыт аралығында тоқаштардың салмасын дайындаймыз. Тоқашқа салма ретінде кез келген нәрсені салуға болады. Сүзбе, шоколад, қоюлатылған сүт, тосап және тағы да басқа салмаларды салсаңыз болады. Мен бүгін тоқаштың салмасы ретінде грек жаңғағы мен мейізді алдым. Мейізді шамамен 1 сағаттай ыстық қайнаған суда жібітіп аламыз. Ал грек жаңғағын ұсақтап осылай турап шығамыз. Екеуін де ыдысқа салып, өзіміз қалаған мөлшерде қант саламыз. Мен қантты шамамен 1 ас қасықтай алдым. Және де тоқаштардан тәтті иіс шығып тұру үшін ванилин салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз да дайын. Осы уақыт аралығында біздің қамырымыз да ашыды. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай шамамен 2-3 есе көтерілген. Қолды аздап өсімдік майымен майлап, қамырды тағы да 1 рет аздап қана илеп шығамыз. Ашыған қамырды аздап қолмен илеп, содан соң оны пісіретін болсаңыздар, өте үлпілдек болып піседі. Қамырды ыдысынан алып, өзіміз қалаған мөлшерде кесіп шығамыз. Мен 9 бөлікке бөлдім. Бөлінген қамырларды дөңгелектеп шығамыз. Содан соң осылай ұзынша етіп жайып, салмасын арасына салып, видеода көрсетілгендей етіп түйеміз. Бұл тоқаш түйеудің ең қарапайым әдісі болып табылады, ал сіздер фантазияларыңызға ерік беріп, түрлі пішінге келтіріп түйсеңіздер болады. Бүкіл тоқаштарды түйіп болған соң, духовканың листіне пергамент қағазын төсеп, барлығын салып шығамыз. Листке салынған тоқаштардың бетіне пленка жауып, 15-20 минутқа көтерілгенше жылы жерге қоямыз. 1 жұмыртқаның сарыуызына 2 шай қасық сүт құйып, жақсылап араластырып, тоқаштардың бетіне жағып шығамыз. Тоқаштарды 30-35 минут 180 градус температурада қызып тұрған духовкаға салып пісіріп аламыз. Біздің тоқаштарымыз көріп тұрғандарыңыздай үлкен көлемді болып, көтеріліп, арасы үлпілдек болып пісіп шыққан. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаған болса, лайк басып, парақшаға тіркеліп өтуді ұмытпаңыздар. Каналымда басқа да қызықты әрі пайдалы рецепттер бар, қарап көруге кеңес беремін. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.